Атың шықпаса жер өрте, армысыз ағайын, арнамызға жазылып пікір қалдырыңыз. Даудың басы Дайрабайдың қара сиыры демекші. Алматыдағы Ирина Кайратовна мен Ширзованың өткен концертінде болған жағдайға елдің әлі де ашуы басылар емес. Елімізде алдымен аузына келгенді құсып, артынша видеомен кешірім сұрау үрдіске айналып бара жатыр. Әнші Мейрамбек Беспаев бұл әрекеттер үшін оларды қатаң жазалауды талап етті. Мейлі ай бол, жұлдыз бол, кім болсаң ол бол, бірақ біздің көк туымызды қорлауға ешкімнің қақысы жоқ. Бұл бір кешірім сұрап құтыла салатын мәселе емес. Қатаң түрде жазасын алып, айыбын өтеуі тиіс деді ол. Естеріңізде болса, бұған дейін Нұрлан Албан ағамыз да сахнада әдепсіз қылық көрсеткен әншілердің жазалануын талап еткен болатын. Арнамызға өтіп көрсеңіз болады. Әнші Мерет Түсіпбаева да киелі көк туымызды мына қасиетсіз уқалап, қол орамал қылдау аяққа таптап. Геннадий Головкин ұлты өзге болса да, рингте ұлттық шапан киіп, көк туымызды желбіретіп, талай көзімізге жас келтіріп, жүрегімізді тебірентіп еді. Көк ту мемлекеттік рәміз, оны қорлауға жол жоқ. Заң бар, мына мақұлық кім өзі? Аспандағы жұлдыз болса да, жауапқа тартылуы керек. Видеомен кешірім сұрағандар кешірілмесін, заң бойынша жазалансын деп жазды парақшасында. Ал сіз бұған не дейсіз? Ойыңызды комментарийде жаза кетіңіз. Елдегі жаңалықты алғаш болып білгіңіз келсе, арнаға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше.